Сәлем достар, сендермен бірге мен Дұрыс. Және бүгін мен сіздерге құпия база соғуды үйретемін. Үйдің ішінде үйді. Біз бастаймыз. Яғни достар, мұны біздің үй бірақ қолдайын емес. Бірақтан біз рәнімге қойып кішіріңіздер біз бастаймыз. Мені осы жерде бір құпия зербір. Мына елді қарасаңыздар жоқ. Шелдер астында да жоқ. Şimdi de yok neyse. Мына елде бар. Егер сіздер надан кроваттан таппасаңыздар, егер де шыққыларыңыз келсе, мына кнопканы басып, нәрге железный дебел қойсыздар да, оны бүйтіп жаба салыңыздар картинамен. Егер оған ешкім көрмесін десеңіздер, сіздерге не істеу керек екенін көрсетемін. Міне. Стоп. Міне достар, оны істеу үшін сіздерге компаратор керек. Сіздер компараторды мына жаққа қоясыздар, бүйтіп тастаймыз. Сөйтіп нәрге бір екі блок қоясыздар. Блок әдемі емес. Бүйтіп қоясыздар да, оның үстіне красный камень қоясыздар. Былай қоясыздар да. Мынау жерге лепкий поршень қоясыздар. Сөйтіп оның мынау жеріне каменный кирпич қойып қойсаңыздар, ол кіре алмай қалады. Кіру үшін болып қойған. Міне мынау кіретін жер, шығатын да жер. Енді біз тексереміз, ол қалай жұмыс істейді. Міне сіздер оның ішіне алмазный меч пен железный меч қойыңыздар. Сөйтіп сіздер кешіріңіздер, базаны қойыпты. Мені тыңғылдым қазір. Ұйықтайсыздар, тұрасыздар. Мені ол бөлмеге кіре алмай қалады. Егер ешкім кіргізгілеріңіз келмесе, үстесіздер. Ал егер кіргілеріңіз келсе, алмазды мешті салып тастайсыздар да, бүйтіп кіресіздер. Ол әшейін салсам. Ал шығу үшін мені яқа железный дверь қоясыздар. Яқа кнопка қоясыздар. Ал мынау жаққа картина. Істедіңізде сақтасаңыздар болды. Сосын бір жақ кет балықтан қоя саласыздар да кете бересіздер. Міне сіздермен болған мен Жарас. Және маған лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар. Сау болыңдар.